сейчас мы переходим к еще Ал енді біз келесі бір қағидамен таныс боламыз. Бұл қағида белсенді адамдарға мүмкіндік беру немесе шақыру. Белсенді клиенттерді шақырудың әдістері. Сіздер менен айтшы, мұны істеудің тәсілі қандай деп сұрарсыздар? Мен мұны істеудің белгілі бір тәсілі жоқ деп айтар едім. Жаңа адамдарды шақырудың арнайы тәсілдері жазылған арнайы кітап та жоқ. Себебі әрбір жағдай келесісінде қайталанбайды ғой. Бизнесті құрудың нөмірі 4-ші қағидасы іскер, белсенді, қабілетті адамдарға жақындау және шақыру өнері. Бұлар түсіне білген адамға екі бөлек топ. Бірінші, біз шақыру өнері жөнінде әңгімелесейік. 6 жыл бұрын осы бейне бағдарламаны құрған кезде бізде еш нәрсе жоқ еді. Біздің күткен қаржы қорымыз да үлкен емес еді. Бүгінде біз әлемдегі, Азиядағы қаржысы миллиард доллардан асып кеткен Квеснет деген клиенттер шақыру жөнінен рекордтық көрсеткішке жеткен ірі компаниямыз. Компанияның 2 миллионнан аса клиенті бар. Сонда да болса біздің ісімізге кедергі келтіретін мынадай мәселе бар. Біз әлі де клиент шақырып жатырмыз. Біз олармен мәлімет бөліспейміз. Енді шақыру деген сөзге назар аударайықшы. Сөздікті ашып, шақыру деген сөзді қарайық. Шақыру деген адамдарды шақырып алып, мән мағынасына жоқ сөздер айтып, адамның басын қатыру емес. Түсінікті ме? Шақыру бұл шақыру. Желілік маркетингтегі шақыруды біз екі топқа бөлеміз. Біріншісі кәсіби тәсіл, екіншісі кәсіби емес тәсіл. Байқадыңыздар ма? Мен топтарды кәсіби түрде қалай атадым? Кейде өз-өзіме таңғаламын. Кәсіби емес тәсіл бұл сәлем, дәл қазір кел, мен керемет нәрсе деп таптым. Бұлай сіз кімге айта аласыз? Ыстық топтағы адамға ма? Бауырым, мен бір адамға кездестім. Ол маған керемет мүмкіндік көрсетті. Сен де оны көруіңді қалаймын. Керемет мүмкіндікті көрсетті. Сен де оны көруіңді қалаймын. Тез жет. Түсінесіздер ме? Мен өз бауырыма дәл осылай айтқамын. Сати өзіне жар болатын қыз тапты екен деп ойлапты. Кәсіби емес тәсіл шектен тыс еркін. Ей, кел, үйге шайға кел, айтайын, әңгіме бар. Ол әйтеуір желілік маркетинг емес пе деп сұрайды. Өйткені сіз ол адаммен апта сайын әңгіме барысында біліп отырады. Адам шақырып жатқан кезде үрейге бой алдырмаңыз және шақырудан қорықпаңыз. Сіздің тізіміңізде бар болғаны 6 адам болса да, онда қорқуыңызға болады. Дұрыс па? Егер сіздің тізіміңізде 6 адам ғана болса, онда сіз былай етесіз. Алло, алло, алло. Болмады. Келесіне хабарласып, ол да болмайды. Егер сіздің тізіміңізде 150 адам болса, онда сіз қорқатын не бар? Онда сіз телефон тұтқасын көтеріп, алло, кездесіп бір кофе ішіп отырып сөйлессек деп едім. Саған айтар өте маңызды әңгімем бар. Оны саған мен кездескенде айтқаным дұрыс болар. Саламатсыз ба? Бұл Патман. Мен Амулет мырзамен сөйлессем бола ма? Мен қазір өте бір маңызды жобамен айналысып жатырмын. Бұл өте керемет бизнес жоба. Мен қазір өзіме көмектесетін серіктес деп жатырмын. Соның біреуі сіз болсаңыз деп едім. Амулет мырза, бірден айтайын. Мен сізге ешқандай уәде бере алмаймын. Түсінікті ме? Кездескен кезде мен сізге бизнестің қыр-сырын түсіндіремін. Содан кейін біз келесі талқылауға өтетін боламыз. Бұл енді кәсіби тәсіл болып табылады. Тағы да шақырудың малайзиялық түрі бар. Бірақ мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мен жұртқа адамды қалай шақыру керектігін қанша рет үйретсем де, олар міндетті түрде бір нәрсен білдіреді. Мені тыңда, менде мықты бір бизнес жоба бар. Я, 2 адам, маған 2 адам керек. Саған ештеңе уәде бермеймін. Көп салалы маркетинг, я, көп салалы маркетинг.
Сіздерге бұлай істеуге болмайды. Неге екенін білесіздер ме? Себебі сіз осылай біреуді телефон арқылы шақырсаңыз, бизнесті құрудың нөмірі 4-ші негізі бұлай ету керектігін айтады. Сіз өз кейпіңізден айнымай, ұстанымыңыздан өзгермеңіз. Кімнің кімге керек екендігі өз алдына бөлек сұрақ. Міне, сіз керемет күлкісі бар көрікті адамсыз. Өзіңізге сенімдісіз. Оның үстіне сіз таңғажайып мүмкіндігі бар бизнесті тауып отырсыз. Өте көп ақша табуға ұмтылып жатырсыз. Ал сіз өзіңіз сияқты көрікті емес, ұнжырғасы түскен, қарабайыр, күнде жұмысқа барып қайтқаннан басқа ештеңені білмейтін адамға қоңырау шалып жатырсыз. Сонда кімге керек екен? Бұл адам менің қоңырау шалғаныма бақыттан бас айналуы тиіс. Себебі мен қоңырау шалғанда былай деймін: сәлем, мен бизнесті дамытуға керемет мүмкіндік таптым. 100% онлайн сауда, бірнеше миллиард доллары бар компанияның қолдауы. Ал менің ойыма түскен бірінші адам сен болдың. Біз екеуміз шай ішіп отырып, осыны талқылай аламыз ба? Бірақ оған дейін мен сенің немен айналысып жатқаныңды білуім керек. Сен осы бизнеске лайықты адамсың ба? Деймін де тұтқана қоя саламын. Қалай ойлайсыздар? Ол маған қоңырау шала ма? Әрине, сіздер бұлай етпейсіздер. Сіздер $1,000,000 тапқаннан кейін ғана осылай істейсіздер. Ал оған дейін осы сияқты ештеңе істемейсіздер. Ал оған дейін, өзіңізден жоғары тұрған лидеріңізге барғанда: лидер мырза, уайымдамаңыз, менде тағы 100 адам бар дейсіз. Осы бағдарламаны үйінде отырып көріп отырғандарға айтарым: менің не айтқанымды есте сақтаңыздар. Кәсіби және кәсіби емес тәсіл. Сіздің телефон арқылы берген мәліметіңіздің көлемі шешуші маңызға ие. Ақпаратты неғұрлым аз айтсаңыз, соғұрлым жақсы. Егер сіз көп ақпарат берсеңіз, айтарлықтай әсері болмайды. Бірақ та мұнымен келісуге болады. Барлығы да сіздің қалай айтқаныңызға байланысты. Шын мәнінде сіздер кейбір адамдарға бұл жайлы мәлімет кездескенде айтсам болама деуіңізге болады. Оған сіздің құқыңыз бар. Кеңесшінің құқығы. Мен Гонконгтық компания клиенттерінің интерактивті дистрибьютерлік желісін құруды жоспарлап отырмын. Мен қазір басқа елге бармақпын. Мен өзіме тағы бірнеше сенімді әріптес қарастырып жатырмын. Біз кездесе аламыз ба? Шай ішіп отырып ақылдасайық. Мен қазіргі уақытта адамдарды осылай шақырып жатырмын. Мен өзім таңдаған адамның үйіне де бара аламын. Түсінесіздер ме? Сіз телефон тұтқасын көтеріп, былай деуіңізге болады: сіз жаңа коммуникациялық жүйенің мендегі бар эксклюзивті қайталанбас ерекше құқы бойынша өзіңізге өз еліңізде бизнес жасаудың дәл осындай эксклюзивті құқына ие болғыңыз келеді ме? Түсініп отырған боларсыздар. Өйткені сіздердің жұртты дайындауға эксклюзивті құқыңыз бар. Осыны сезініп отырсыздар ма? Өйткені сіздер Квеснент өкілісіз. Ал Квесненттің осы бизнеске оқыту бойынша осындай құқы бар. Дұрыс айттым ба? Осы бойынша сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізді жасап жатырсыз. Сол себепті шынын айтқанда сіз ешкімді де алдап жатқан жоқсыз. Сондықтан сіздің адамды шақырғанда қарым-қатынасыңыз қысқа және мұқият жасалу керек. Ал өткен бағдарламада есіңізде болса, онда айтылған болатын: адаммен кездескен кезде, мен сізбен кездесемін деген кезде, оған таңдау беріңіз. Бұл адамның психологиялық фактор дегенбіз. Бұлай деңіз: мен қазір ойланайын, қай күні кездескеніміз ыңғайлы болады екен. Сәрсенбі мен жұма ма? Қай күні сіз кездесе аласыз деп сұрамаңыз. Дүйсенбі жоқ, сейсенбі жоқ, сәрсенбі жоқ, бейсенбі жоқ, жұма жоқ, сенбі жоқ, жексенбі жоқ. Келесі апта ма? Жақсы, болады. Қашанда адамға таңдау уақытты беріңіз. Мен үнемі сұраймын: сәрсенбі ме әлде бейсенбі ме? Мен тек осы 2 күнде ғана боспын. Сонда ол айтады: жарайды, бейсенбі. Жоқ, жұма немесе сейсенбі. Сіз келіспеңіз. Сіз онда өз ұстанымыңыздан айырылып қаласыз. Сіз оған түсінікті етіп айтыңыз: сәрсенбі немесе жұма деп. Ол айтады: жоқ, бейсенбі дейді. Мақұл, жақсы, онда бейсенбі. Жоқ,
Сіз өзіңіздің ұстанымыңыздан айырылдыңыз. Сіз айттыңыз, онда кездесуді келесі аптаға қалдыруға тура келеді. Себебі бұл аптада менің бос уақытым жоқ. Сізге жексенбі күні қоңырау шалып, келесі аптада қай күні кездесетінімізді айтамын. Тұтқаны қойып, тізіміңізді ашыңызда басқа адамға қоңырау шалыңыз. Түсінікті ме? Бұл шақырудың өте күшті тұжырымдамасы. Әртүрлі елде әртүрлі тәсіл. Малайзияда сіз түнгі 11-де кез келген адамға қоңырау шала аласыз. Англияда кешкі сағат 7-де қоңырау шала аласыз. Одан кешіксеңіз болмайды. Америкада мүлдем қоңырау шалмайды. Дыбыстық хабар жібереді. Америкада қоңырау шалу сирек қолданыста. Оларда дыбыстық пошта мен SMS хабарлар кеңінен пайдаланылады. Шынында да соңғы 6 жылда әлемде технологиялар өте күшті қарқынмен дамыды. Қазір әлемде барлығы да SMS арқылы шақыру жібереді. Онда шешім табылды. Сәлем, мен саған 2 сенімді серіктес керек. Сәлем, сәлем, маған 2 сенімді серіктес керек. Бизнестің керемет мүмкіндігі. Міне, осы дайын тексті сіздер барлық 150 адамыңызға жіберуге дайын отырсыздар. Ояныңыздар, бұлай істемеңіздер. Ең тиімді тәсілді қолданыңыздар. Әрбіріне жеке қоңырау шалыңыз. Сіздер бұлай деп хабар жазуыңызға болады. Саған қоңырау шалып едім, тұтқаны көтермедің. Өтініш, мүмкін болса, маған хабарлас. Міне, осылай жазуға болады. Бұл кәсіби тәсіл. Түсінікті ме? Шақыру телефон арқылы жасалды. Кейде шақыру және тікелей жолыққан сәтте жасалады. Сіз бір жігітпен жолығып, оны алғашқы бизнес тұсаукесерге шақырасыз. Оны қалай істейсіз? Ей, Люси, сәлем, қалай жағдай? Сен әлі де сол баяғы жұмысыңдамысың? Иә, өзің қалайсың? Менің жағдайым жақсы. Әсіресе соңғы 1,5 ай ішінде өмірімде зор өзгерістер. Мен сол өзімнің бұрынғы жұмысымдамын. Бірақ мен өзімнің жеке бизнесімді бастадым. Өте керемет бизнес. Біздің серіктестігіміз Гонконгтық мықты компания. Айтпақшы, сені кездестіргенім өте жақсы болды. Біздің сейсенбі күні керемет кездесуіміз болады. Кездесуге компанияның әлемдік деңгейдегі негізгі тұлғалары қатысады. Олар бізді бизнестің жаңа бағытымен таныстырады. Қатысқың келмейді ме? Сейсенбіде апамның үйінде той. Менің мысығымның асқазаны ауырып жатыр. Оны дәрігерге көрсетіп анализ тапсыруым керек. Жарайды, маған визит картаңды қалдыр. Саған хабарласып, кейін кездесерміз. Бұл күш ұстанымы. Мен сені алып кетемін, өтінемін, келіп қатысшы. Мен бір адам таптым деп айтып қойып едім деп ешқашан айтпаңыз. Желілік маркетингтегі ең бір мәселеңіз рухыңыздың түсуі. Сіздер осыны мойындайсыздар ма? Күдер жол берген жағдай сәтсіздікке әкеліп соғады. Сіз әрқашанда күш ұстанымын сақтауыңыз қажет. Күш ұстанымын пайдалана отырып шақыруыңыз қажет. Келісесіздер ме? Бизнесті құрудың 4 қағидасының 2 бөлімі жақындау өнері. Бұл бөлімді нөмірі 2 қағида деп атаймын. Сіздер бейне бағдарламаны сатып алып, барлық сұрақтарға нақты жауап ала аласыздар. Сонда сіздің тізіміңіздегі есімдер көбейіп отыру керек. Ол бір қалыпта тұрып қалуына болмайды. Есімдер тізімі кем дегенде айына 10%-ға көбейіп отыру тиіс. Ал енді оны қалай көбейтуге болады? Жақында өнер арқылы жасау керек. Жақында өнер арқылы сіз жаңа адамдармен танысып, тізімге қосуыңыз керек. Алайда сіз оларға бизнесіңізді айтпайсыз. Көп адамдар осылай жасап қателік істейді. Кейде маған, Патман, мен адамдарды шақыруға барғанда өзімнің 5 жоспарымды көрсеттім дейді. Жоспарыңды не үшін көрсетесіз? Сіз шақырыңыз. Ол жігіт көп қателесті. Жақында өнері бұл қабілетті адамдарды тізімге қосу, ал жоспарларды көрсету бұл кейінірек сөйлесетін қағидамыз. Сонымен бизнесті құрудың 4-ші бағыты шақыру өнері деп аталады. Шақыру қысқа және ұқыпты болуы тиіс. Сонымен қатар кәсіби және кәсіби емес шақыру. Сіздің шақыруларыңыз суық, жылы, ыстық категорияларына байланысты. Сіздің жақындау жолыңыз негізгі өнімге жеткізеді. Сіз жақындау тәсілін өз ақылыңызбен жасауыңыз керек. Дұрыс па? Мен жақындау өнерін осылай жүргіземін.
Біз енді жақында өнерінің сұрақтарына да келіп жеттік. Егер сіз жақында өнермен шұғылдансаңыз, онда сіз желілік маркетингтің қызметкерсіз. Сіз енді үй шаруасындағы әйел емессіз. Сіз енді инженер қызметкер емессіз. Доктор емессіз, жазушы да емессіз, фармацевт те емессіз. Кім болсаңыз да енді ол салаларға қатысыңыз жоқ. Сіз енді желілік маркетингке бизнес дейтін адамсыз. Қалғаны жарты ставкаға тәуелді жұмыстар. Ал желілік маркетинг бұл толық ставкалы жұмыс. Сіз егер банкте жұмыс істесеңіз, бұл жарты ставкаға тәуелділік. Ал желілік маркетинг бұл толық ставкалы жұмыс. Желілік маркетинг деген не? Бұл адамдармен қарым-қатынас. Мен соңғы бейне бағдарламаны көрдім. Өте көңілді болды. Біз осы күнге дейін бұл бизнеске жануарларды шақыра алмағанымыз өте өкінішті. Мен бұл жұмысқа түйелер мен жылқылардың кірісуін халықаралық квестленттің директорымен және Виджей мырзамен де сөйлесіп көрдім. Бұл жөнде біз әлі жұмыс істеудеміз. Қалай болғанда да қазір бұл жұмыспен тек қана адамдар жұмыс істеуде. Сонымен жақында өнері сіздің қоғаммен байланыстылығыңыз. Үйге жаңа адамдарды жақындатқан соң келуіңіз керек. Бұл өте оңай. Сіз адамдармен жақындауды үйге келгеннен соң бастайсыз. Сіз қоғаммен байланысыңызды үйіңізге келгеннен кейін бастайсыз. Сіздің адамдарға жақындауыңыз желілік маркетингпен айналысуыңыздың бастамасы. Сәлем, қалың қалай? Сізді көргеніме қуаныштымын. Болды. Есімде телефон номерді жоқ. Дүкенге барып телефон сатып алыңыз. 2000 теңгеге. Ең бастысы, дүкен сатушысында тізімге қосасыз. Жұмысқа барғыңыз келмесе, дәрігерге барып анықтама алыңыз да, дәрігердің де телефон номерін алыңыз. Жақында өнерінің ең басты сізде радар қондырғысының болуы. Бұдан желілік маркетингпен байланыстылардың ұтары көп. Мен ғаламтордағы мәліметтермен келісемін. Менің осыған келіскенімнен шығар нәтиже бар ма? Я, сіздер келіссеңіздер, қабілетті адамдарды шақыру үшін сіздің жақындату құралыңыз болуы тиіс. Мен әзілдеп тұрғаным жоқ. Сіздер оны елемеулеріңіз мүмкін. Менің үйде отырып, осы бейне бағдарламаны көріп отырғандарға айтарым, егер жұмысқа кірістіңіздер ме, онда уақытқа дейін барғанда сіздер жай барып, көңіл көтеріп, түрлі шырындар ішіп, үйге қайтатын едіңіздер. Ол жұрт алдындағы жауапкершілігіңіз. Ал енді қазір сіз отырысқа барсаңыз, бұрынғыдай емес, сіз желілік маркетингке жұмыс істейтін адамсыз. Сіздің есіміңіз кім? Джеймс Бонд. Қазір сіз отырысқа барасыз. Кіргеннен соң жан-жағыңызға қарай бастайсыз. Алайда айналаңызға күдікті көзқараспен қарамаңыз. Олай етуге болмайды. Әйтпесе сізді келесі отырысқа шақырмай қояды. Отырысқа жайбарақат, сабырлы барыңыз. Джон Траултон сияқты болыңыз. Отырысқа орныққан күшпен барыңыз. Қыдырыңыз, аралаңыз. Сонымен қатар радарыңызда қоса жүріңіз. Сіздің радарыңыз ғимарат ішін бақылайды. Сіз жалғыз тұрған жігітті байқадыңыз. Сіз оған қарай жақындайсыз. Ал егер ол әйел адам болса, онда келбетіңізді өзгертіңіз. Алайда, мынадай әрекетпен бармаңыз. Оны қорқытпаңыз. Ол кешіріңіз деп шегінетін болады. Оған сабырлы қалпыңызбен барыңыз. Құры бармай, тарелкаға кішкене десерт салып алып барыңыз. Сәлем. Айталық, отырыс күйеу мен қалыңдықтың үйленуіне арналсын. Жоқ, олай демейік. Жігіт пен қыздың некелесу тойы дейік. Сәлем. Мен Нұржанның досымын. Ал ол, мен Айгүлдің құрбысымын. Қандай қызық, танысқаныма қуаныштымын. Қандай жұмыс істейсіз? Жоқ, алдымен есіміңіз кім? Шакира. Менің атым Патмын. Қандай жұмыс істейсіз? Мен ән айтамын. Сахнада өнер көрсетемін. Ал сіз ше? Менің өз бизнесім бар. Мен әйгілі сауда компаниясының президентімін. Қандай қызық. Мүмкін визиткаларымызды алмастырармыз. Мен өзім сізге хабарласамын. Кездесіп, кофе ішерміз. Танысқаныма өте қуаныштымын. Болды. Ең басты сіздің қолыңызда Патман және Шакира деген оның телефоны жазылған кішкене қағаз бар. Сіз үйге қайтқан соң сол күні визитканы тізімдерге қосыңыз, бірақ степлермен қыстырып қоймаңыз. Көп адамдар солай істейді.
Номерді жазып қойыңыз. Есімдер тізімі жазылған тізіміңізге қосып жазыңыз. Түсінесіздер ме? Сіз автобусқа немесе пойызға мінсеңіз де сәлемдесіңіз. Мәселен, сіз лифтіге кірсеңіз, онда толы адам болса, неге екені белгісіз, лифтіде әңгімелесуге болмайды. Білмеймін. Мәселен, мен лифтіге кіргенде сөйлесу бұлай тұрсын, қалағанымды істеймін. Лифтіде тұрып, жан жағыма қараймын, ешкімнің менімен әңгімелесіп келмеуі мүмкін. Мен онда, сіз жоғарыға көтеріліп бара жатырсыздар ма? Бұл өте жеңіл сұрақ. Лифт онсыз да жоғарыға көтеріліп бара жатыр емес пе? Ханым, сіз жоғарыға бара жатырсыз ба? Иә. Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Мен 18-ші қабатта істеймін, ал мен 7-ші қабатта. Онда менің офисім орналасқан. Сіздің компанияңыз қалай аталады? Интернет қызметтері. Шын айтасыз ба? Мен де офисіме қажетті система орнатқалы жүредім. Сіздің визиткаңыз бар ма? Мен хатшы қыздарға айтармын, сізге хабарласып кездесерміз. Рахмет. Енді кете беруіңізге болады. Міне, осы жақындау. Сіздің ойлауыңыз ашық болу керек. Сіздің көрген және кездескен адамдарыңызбен жасаған қарым-қатынасыңыз сізге жаңа бір нарықты ашуы мүмкін. Олар сіздің желілік маркетингтегі ең мықты белсенді лидеріңіз болуы мүмкін. Ешқашанда адамды толық білмей жатып, сыртынан бағаламаңыз. Мәселен, сіз үй шаруасындағы әйелді көріп, ол бұл жұмысты істей алмайды деп көз жеткізбей бағаламаңыз. Мүмкін бұл жұмыстағы желілік маркетингтегі ең белсенді адам сол болуы мүмкін. Егер сіз адамдарды бақылаған кезде визиткаларын алмасаңыз, онда Радж, Бекрен Жидер, Аруна, Жолджаев секілді белсенді адамдарды жоғалтуыңыз мүмкін. Бұлар әлемдегі ең басты белсенді лидерлер. Сіздің Деви сол жағыңызда, оң жағыңызда Сати. Ей, жұмыс осымен бітті, түсінесіздер ме? Ал егер сіз визиткасын алмасаңыз, бұл мүмкіндікті жоғалтып аласыз. Ол екінші рет қайталанбайды. Жақындау, сіздің банктегі шотыңыз қанша? Біреу екеу ме? Сізде ол 14 болуы керек. Егер сіздің ақшаңыз болмаса да, сіз банкке барып, сәлеметсіз бе? Мен шот ашсам бола ма? Мырза, сіз депозитке қанша ақша салғыңыз келеді? 1 миллион шамасында. Мінекей мырза, жоғарға көтерілсеңіз, сіздің банктік бөлімі бар, соған барыңыз дейді. Ол жігіт сіздің 1 миллион ақшаңыздың жоқ екенін білмейді. Дұрыс па? Сіз банктың бөліміне барып, столдың үстіндегі визиткаларды көресіз. Ол жерде қыз келгенше 3-4 визиткаларды алып, қалтаңызға салып аласыз. Сіз ертең Мерседес сатып алғыңыз келе ме? Иә, сіз әрқашан Мерседес сатып алғыңыз келеді. Бұл желілік маркетингте жүрген әрбір адамның ойының бейнесі. Әрине, бұл шын арманыңыз. Есіңізге түсіріңізші, сіз соңғы рет Мерседес көлік салонында қашан болдыңыз? Ертең сол жерге барыңыз. Кіріңізде, кешіріңіз, мен Сиалкей Мерседес маркасын іздеп жүрмін. Я, мырза, ондай марка бар. Сіз маған сардақтары бар сұр түсті Мерседес керек дейсіз. Мырза, ондай түсті Мерседес жоқ. Жоқ па, жарайды, ештеңе етпес. Маған визиткаңызды беріңіз, мен сізге хабарласармын. Түсінікті ме? Үнемі визиткаларын алыңыздар. Сіздер неге сардағы бар сұр түсті сұрадыңыздар? Өйткені ол түс оларда шынымен жоқ. Ал егер сіз қара түсті Мерседес сұрасаңыздар, олар, я, мырза, ол түс бар, сіз сатып аласыз ба дейді. Ал сіз болсаңыз, жоқ деп қаша жөнелесіз. Түсінесіздер ме? Жақында өнері бизнесті құрудың нөмірі 4-ші қағидасы. Сонымен қатар ол шешуші маңызы. Шақыру, жақындау. Түсінікті ме? Сіздер біреуді шақырсаңыздар, үнемі мына сөзді есте сақтаңыздар. Ол сізге емес, сіз оған көбірек керексіз. Сіз адамды шақырар алдында бір нәрсені ұмытпаңыз. Оның телефон нөмері бар, визиткасын алу. Бірақ ала салысымен ертеңіне хабарласпаңыз. Сәлем деп 3-4 күннен кейін хабарласыңыз. Электронды поштасына хат жазыңыз. 3-4 күннен кейін оны жоспарыңызды көрсетуге шақырыңыз. Көп адамдардың қателесетіні белсенді, қабілеті бар адамды тауып алады ма? Оған күнде хабарласып, менде мынандай жоспар бар, кездесейік, жақсы ма? Сағат 8-де кездесейік, кел.
Бұлай жасамаңыздар, бұл дұрыс емес. Өйткені мен өзім дұрыс емес деп санаймын.